Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады». Француз жұртының бір білімді адамы жазады. 1791 жылда өзім университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт күнімде әр 7 сайын Версаль қаласындағы шешеме жаяу барып қайтып тұрушы едім. Сонда әрдайым жолымда бір Антон деген тіленші отырып, қайыр сұрап алып жүруші еді. Бір күні тағы сол жолмен келе жатып, бір орта бойлы, арықтау кісіге ұшырасып, жөніміз бір болған соң, бірге келе жатқанымызда, әдетше манағы Антон алдымыздан шығып қайыр сұрады. Қасымдағы кісі тоқтап, Антонның бетіне қарап тұрды да айтты: «Сен қарауға ебесті кісі секілді көрінесің, және жұмыс істеуге қуатың да бардай көрінеді. Сөйтіп тұрып мұндай жаман іспен өзіңді кемшілікке салып жүрсің. Бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын. Мен өзім де сендей кедей едім, бірақ сендей тіленші қылғаным жоқ. Қала-қаладан қыдырып жүріп, әуелі боқтық, салам арасының не болмаса жай кісілерден ескі шүберек жинап жүрдім. Шүберектерді апарып қағаз істейтін фабриктерге сатып, сонымен азды көпті ақша болған соң бір есек, бір арба алдым. Мұнан соң әуелі аздап, бара-бара көбірек, әр үйден ескі-құсқы тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып алып, арбамен жүріп сауда ете бастадым. Осындай іспен 7 жылда 10.000 франк ақша тауып, енді бір қағаз фабрикасына кірістім. Жасым жас, ісіме нық, жинақты және еріншектікті білмегеннен соң, осы күнде 2 айдық тас жұртым бар. Фабрикамды балама бердім, үмітім бар, балам да аштық көре қалмас деген. Себебі баламды да жасынан бос жүруге, еріншектікке, қиналмай мал табуға үйретпедім. Осы айтқанымша, машақаттанудан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон, деді де жөніне жүріп кетті. Антон бұл сөздерді естіген соң терең ойға қалып, қайыр сұрауында ұмытып тұрып қалды. 1815 жылда Брюссель деген қаладан өтіп бара жатып, бір кітап сататын үлкен дүкенге кірдім. Дүкеннің ішінде бірнеше приказчиктерге олай-бұлай етіңіз деп бұйырып тұрған бір көпестің кескіні көңіліме таныс реуішті көрінді. Сөйтіп тұрғанда әлгі кісі мені көріп бетіме қарап тұрды да қасыма келіп айтты: «Айып етпесеңіз сұраймын, мұнан 25 жыл бұрын сіз оқып жүріп, жұма сайын Версальдағы үйіңізге барып жүрген жеріңіз бар ма еді?» Сонда ойыма түсіп таң қалып: «Сен Антонбысың?» дедім. «Рас», деді Антон, «мен сондағы көрген тіленші Антоныңыздың өзімін. Сол жүргеніңіздегі бір күні қасыңызда бірге жолыққан кісінің айтқандары көңіліме кіріп кетіп, тіленшіктікті тастап, жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма күтімді болдым. Ақырында сол кісінің айтқаны келіп, мінекей осы зор дүкеннің иесі болдым», деді.